Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, сіздермен Руслан Өтепбайдың YouTube арнасы бүгінгі шығарылым өте ерекше форматта өтпек. Осыған дейін білесіздер, куәсіздер, мен сіздердің алдарыңызға тек проблемамен шығып жүргем. Ал бүгінгі шығарылым мотивацияға толы болмақ. Сонымен, артында тұрған мына зауыттың иесі өзінің жұмысын, бизнесін жүк көтеруші, яғни грузчик болып бастаған. Ал қазір 100 адамға жұмыс беруші. Андатпа, егер сіздердің балаларыңыз 16 жасқа толып, өзінің болашағын бизнеспен, кәсіппен байланыстырғысы келсе, мына шығарылымды міндетті түрде көрсін. Енді мен кім туралы айтып жатырмын? Бұл зауыт нені өндіреді? Дәл қазір бірге анықтаймыз. Ардақты ағайын, дәл осы шығарылымды аяғына дейін көруге кеңес берем, себебі компания басшысы 3 оқырманға сыйлық бермекші. Ал қандай сыйлық екенін шығарылымның сонында айтамыз. Ардақты ағайын, сөздің басында таныстырған жігіт кәсіпкер, бұрын грузчик болған осы азамат. Есіміңіз? Зульфқар. Жасыңыз? 27. 37. Қобалжымаңыз. Тұңғыш рет сұхбат беріп жатқаныңызды түсіндім. Бұл жігіт менің ешқандай танысым емес. Бір отырыста көріп, әңгімесіне қанық болғаннан кейін өзімнің енді ақпараттық қолдауым болсын, кәсібіне, отандық өнімге деп қолға салып, бір уақыт тауып, сіздің зауытты елге кеңінен таныстырайын деген ұсыныс айттым. Сондықтан қазір енді қобалжып, бірінші рет сұхбат беріп тұр. Қолдап кетіңіздер. Жалпы бұл зауыт немен айналысады? Соны айтыңызшы. Бұл краска шығарамыз. Кәдімгі мына қабырғаны бояйтын краска. Битумный праймер деп айтады. Енді желеп айтсақ өте көп. 70 ассортименттер бар. Красканың атауы қандай? Элегант, екінші қазақ неде қара шаңырақ қазір шығарамыз. Біріншісі европалық стильде элегант, одан кейін өзіміздің қара шаңырақ. Не себепті қара шаңырақ деп қойдыңыздар? Қара шаңырақ деген қойған себебіміз әр қазағымыздың үйінде қара шаңырақ деп красканың иісі шықсын деп бір намысылы болсын деген сондай мәселе. Жалпы енді әр қазақ қара шаңырақтан тәрбие алады ғой, тәлім алады. Сол қара шаңырақты кие қылып санайды. Және сол қара шаңырақтың қабырғасында сіздердің бояуларыңыз болсын деген ниет шығар. Әрине. Жақсы, енді халықта осыны түсіне жатар. Ары қарай енді біз кім таныстырады бұл зауытпен? Бұл Салауат деген жігіт, начальник производства біздің. Есімім Салауат болады. Осы зауытта өндіріс бөлімінің бастығы боламын. Шамамен жұмыс істеп келе жатқаным 5 жылдай уақыт болды. Жасыңыз нешеде құпия болмаса? 25-те. Сонда 20 жасыңыздан бастап осы компанияда, зауытта жұмыс істейсіз ба? Оқу бітіріп, сонымен осы жаққа жұмысқа келіп, компанияның құрылғаннан бастап бірге еңбектеніп келе жатырмыз. Қазір сіздің қызметіңіз басшысы, өндіріс бөлімінің басшысы. Саған құрметті достар, 25 жасымда мен сауық сайран құрып жүрген, бұл жігіт бір өндірісті басқарып отыр. Міне әрбір зауытқа келген кезде дәл осындай ақ халат киеміз. Бұл біздің қауіпсіздігіміз үшін. Ал бісміллә, біз бояу өндіретін зауытқа кірдік. Мынаның ішінде әлсін бояудың иістері шығып жатыр. Салауат, бұл жер қандай жер? Бұл жерді отгрузка алаңы дейді. Бұл жақта біз дайын товарларды, бояуларды дайындаймыз. Осы жерге біздің үлкен жүк машинелері кіреді. Сонымен үлкен қалаларға және де бізде басқа қалаларда филиалдарымыз бар. Алматы, Шымкент, Астана қалаларында. Сол жақтарға өзіміздің бояуларымызды тасымалдаймыз. Демек, бояу, краска дайын болғаннан кейін осы жерден фуралар келіп алып кетеді ғой. Жақсы. Енді біз зауыттың ішіне қарай кіре аламыз ба? Қазір бірінші сіздерді немен таныстырып қайтайын, әрбір бөлмемен. Жақсы. Қысқа нұсқа танысайық, иә? Бұл қандай бөлме? Бұл декораторлық бөлме. Бұл жерде бояулар дайын болғаннан кейін осындай арнайы ағаштарға жағылып тексеріледі. Абай Құнанбаевтың 180 жылдығына арнаған өнімдеріңіз. Сол кісіге арнаған біздің өніміміз. Мынаны сіздер өздеріңіз қолдан жасадыңыздар ма? Біздің материалдармен, біздің бояулармен, декоративтікті бояу. Және де қазіргі біздің немізге жаңа жобамызға байланысты
қара шаңырақ эскизін осылай бейнелеп. Мынау сіздердің компанияларыңыз логотипі ғой. Логотипі сияқты, иә. Сонда мысалы мен үй салсам, үйдің қабырғасына осындай орнаменттерді істеп бере аласыздар сіздер, иә? Әрбір клиент келіп, өзінің жобасына байланысты, өзінің дизайнына байланысты осы жерде келісіп, түсін, дизайнын бәрін шығарып, келіп көре алады. Тамаша. Мынау сіздердің бояуларыңыз ғой. Дәл солай. Неге түрлері әртүрлі? Қалай бөлінеді бұлар? Бұл жерде, например, мынау Winner деген база, бұл универсальный база ес болып жүреді. Бұл тұнық түсті цветтерді, бояуларды шығару үшін, например, арналған. Бұл резиновая краска, бұмен бассейн, сондай суға қатысты жерлерді бояйды. Көккөмбек болып тұрады, мынандай. Күшті екен. Сонымен қатар неше түрлі әр өзінің несіне байланысты бояулар бөлінген. Қарқынды жұмыс жүріп жатыр, ардақты ағайын. Мынау енді негізгі өндіріс алаңы, яғни дәл осы жерден үйдегі сіздердің қабырғаларыңыздағы бояулар шығады осы жерден, иә? Солай ғой, иә? Бұл міне біздің диссольвер бар. Ол не дегенсіз? Красканы араластыратын осы нелер. Мына құрылғы ма? Иә, осы құрылғы қазіргі жаңа технологияларға сай осы құрылғылар. Мына құрылғының бағасы неше тұрады шамамен? Бұның бағасы шамамен 10-15 миллионның арасында тұрады. Бояу ма? Иә, бұл бояу. Кепкен бояу, иә? Сонда мына жерге бояу құрылады, мынау айналып краскаларды айналып, шикізаттарды араластырып, өңдеп олардың қоспасын жасап, сол краска шығарылады. Мынаның барлығы краска ма тұрған? Бұның бәрі шикізаттар краскаға қосылынатын. Арнайы шелектер болады, сыртында біздің жұмыскерлер шатастырып алмау үшін арнайы өзінің сырттарына әрбір шикізаттың мысалы бір бояуды қалай дайындайды? Білесіз бе? Лаборатория бар бізде арнайы. Сол жерден былай айтқанда чек картасын береді, қағазға шығарып береді. Былай айтқанда тамақ сияқты ғой, судан осынша килограмм, мынандай шикізаттан осынша килограмм деп тоннаға бөліп шығарып береді. Ал оның түсін қалай шығарады, мысалы қара, қызыл? Түсін ол деген уже ол бөлек, мысалы ол колировочный аппараттар бар, арнайы соған қазір көрсеткен. Жақсы. Негізі өзінің базовый цветі ақ болып шығады. Міне қараңыздар, қазір мына жерде краска бар, соны айналдырады ғой, иә? Мына жақтар бізде бұл жақта шикізат цехы болып есептелінеді. Бұл жерде сол жаңағы бояуларға қосатын шикізаттар. Ол микрокальций жаңағы. Бұл шикізатты қайдан аласыздар сіздер? Өзіміздің отандық өндірушілермен бірге уже серіктестермен жұмыс жасаймыз. Сенімді уже біраз жылда бері жұмыс істеп келе жатырмыз. Демек, мына шикізатты біздің Қазақстан өндіреді ғой, шығарады ғой. Тамаша. Уже былай айтқанда тексерілген, бірнеше жыл бірге жұмыс істеп келе жатыр, сапасы да бәрі тексерілген. Мынау енді бояулардың сырты ғой. Иә, бұл бояулар шишкалары. Мына жақта да бізде міне дайын бояуларды осындай нелерге, полкаларға, стеллаждарға жинаймыз. Бұл жерде уже үлкен объемдылар жиналады. Мынау акрилді бояу 10 келдің несі бағасы қанша болады? 7-8 мың теңгеде болады. Құрметті достар, бұл осы зауыттың жүрегі, моторы, зертхана. Егер зертханада өнім шикі болса, бояудың тұнықтығы, бояудың сапасы нашарлайды. Дұрыс қой? Қазір енді зертхананы бірге көреміз. Сіздің есіміңіз кім? Мен есімім Гүлфира. Осы зауытта қанша уақыттан бері жұмыс істейсіз? Деколюкс компаниясында жұмыс істеп келе жатқаныма 3 жылдай уақыт болды. Бұл жерде технолог лаборант қызметін атқарамын. Сонда сіз қай жоғары оқу орнын бітірдіңіз? Мен Қазинпу ұлттық Абай атындағы, иә? Абай атындағы ұлттық университетін бітіргенмін. Ал сіздің жұмысыңызға не кіреді, соны айтып беріңізші? Мен жұмысыма негізі біздің зауытта 5 кезеңдік бақылау жүйесі бекітілген. Сол арқылы біз бірінші шикізат өнімдер біздің қоймаға түседі. Ол шикізат өнімдері лабораториядан өтеді. Лабораторияда бізде бекітілген ГОСТ бойынша барлығын қатаң тексеріліп, тексерістен өткеннен кейін біз оны өндіріске жібереміз. Өндіріске жіберілгеннен кейін аралық бақылау бар, анализдері. Сол анализдарды алып, барлығын перитерін тексереміз. Перитері барлық бояулардың. Сол дұрыс болғаннан кейін барып оны бізге дайын өнімді алып келеді. Міне осындай. Қазір көрсеңіздер, Winner Matte деген біздің линейкадағы красканы алып келді. Бояу ғой, иә? Иә, бояу. Енді сізге сұрақ қояйыншы, мысалы біз үйде боясақ,
иіс үйді алып кетеді ғой. Иә. Ал мына зауыт болғаннан кейін сіздің басыңыз айналып иістен ондай болмай ма? Ондай ештеңе болмайды. Біз негізі су негізінде және де алкиттік негізінде де екі бояуға бөлінгендіктен, алкиттік бұл керосин, құрамында керосин болғандықтан ол адам денсаулығына кішкене зияндау болады. А біздің өндірісте тек қана су негізіндегі краскалар өндіріледі. Сондықтан да балабақшаларда, мектептерде осы Иә. бояуларды қолдануға толықтай болады. Иә, болады. Мысалы, қазір мынаның иісін де көрсеңіз болады. Бізде 23-ті көрсетіп тұр. Ол дегеніміз? Ол дегеніміз уже сапаға келіп тұр деген сөз. Жақсы. Біз енді көп түсіне білмейміз. Араларыңызда биолог, технолог мамандар болса, мына қарындасымыз өтірік айтып жатса, жазып жіберіңіздер. Енді ал Иісін көрсеңіз болады. Міне, жақында. ешқандай иіс жоқ қой. Иә, әрине. Бұл су негізінде жасалған краска. Мына өзі краска ма? Әрине. Шын ешқандай иіс жоқ. Біз енді үйді боясақ, үйіміздің барлығын иіс алып кетеді ғой. Гүлфира, жаңа мен кірген кезде басшыларыңыз жалпы элегант туралы айтты. Одан кейін жаңа жоба қара шаңырақ деген бояуды жасап жатқанын айтты. Иә. Аты қазақи. Иә. Бояудың өзі қандай? Бояудың өзі осы біздің барлық линейкамен салыстырғанда өте сапалы, экологиялық таза, мүлдем иіссіз. Бағана өзіңіз көргендей, оның мүлдем иісі жоқ. Сол қара шаңырақтың ішінде бізде әртүрлі позициядағы линейкадағы краскалар бар. Соның ішіндегі ең қатты ұнайтын маған жеті қазына деген краскалары. Мен өзім мына жақта өзім анализ жасап алған, барлық несін өзіңіз көзіңізбен көрсеңіз болады. Қандай жібектей жағылатынын, иісі жағынан, сосын түсі жағынан әппақ барлық сапаға келіп тұр. Жалпы қара шаңырақ, жеті қазына, тағы да қандай аттар бар қазақи? Жеті қазына, қара шаңырақ, тас құран, тас жол, осылардың барлығы бұйырса біздің тұтынушыларға жол тартады. Жалпы өзіңіз қалай қарайсыз осындай қазақи аттарға, бояуларды? Өте қатты қолдаймын. Себебі бұл біздің рухани дамуымызға және де рухани дамытуға өте қатты көңіл бөлудің бір басты себептері деп білемін. Гүлфира, сізге жеке сұрақ қойсам болады ма? Иә, әрине, қойыңыз. Мына компанияның басшысы білесіз ғой, иә? Иә, білемін. Сіздерге деген, қызметкерлерге деген адалдығы қандай? Өте керемет. Зульфикар мырзалар, өзім жеке таныспын, барлық қызметкерлерге бірдей деңгейде қарайды. Мысалы, әр мерекелерде бізде премия көп беріледі, сыйлықтар көп беріледі, және де бізде көптеген именно жұмыспен қарым-қатынас, кері байланыс көп болады. Ол азамат бұрын грузчик болған екен. Иә. Білесіз ба? Иә, білемін. Қазір енді 100 шақты адамға жұмыс беріп отырған маманмын дейді. Иә, әрине. Жалпы айлықтарыңыз бәрі уақытылы түседі ғой? Айлықтарымыз бәрі уақытылы, заңды түрде барлығы. Ешқандай проблема жоқ қой? Ешқандай проблема жоқ. Егер проблема болса, мені білесіз, нөміріме хабарласыңыз, иә? Әрине. Жақсы, аман болыңыз. Жақсы, сау болыңыздар. Салауат, сонымен біз зертхананы танысып шықтық. Енді ары қарай келесі аялдама қандай болмақ? Енді келесі аялдама ол біздің дайын продукциялар сақталатын склад деп атасақ болады. Барлығы шикізаттан өтіп, зертхана мөрін басып, сатылымға шығатын өнімдер ғой? Иә. Міне көз алдымызда тұр. Мынаның барлығы Декор Люкс компаниясының краскалары ма? Иә, бұл былай айтқанда магазиндерге, үлкен құрылыс магазиндеріне кететін біздің премиум сападағы бояулар. Қара шаңырақ бар ма арасында? Қара шаңырақ арасында қазір жоқ, әлі қойылған жоқ. Бұның барлығы жаңа элегант өнімдері ғой? Иә. Қара шаңырақтікі әлі жоқ, әзірге. Бағаларда сапасына қарай әртүрлі ма? Әртүрлі бағасы. Көлеміне қарай, иә? Әрбір клиенттің өзінің талғамына қарай. Мысалы, мына жерде ең жоғары сапалы және ең қымбат бояу қайсысы? Ол бізде Sunrise бояуы болып есептелінеді. Қайсы, мынау ма ол? Осы, иә. Бұл қазіргі таңда ең біздегі жоғарғы сападағы бояу. Осыған сұраныс көп па сіздерде? Осыған сұраныс көп. Бұлар еще түрлері де көп. Бұлар былай айтқанда глянцевый, матовый деп бөлінетін. Салауат, енді қазір қайда барамыз? Келесі баратынымыз ол есеп бөлімі. Ол жерде біздің заводтың есептік құжаттары жүргізілетін орын. Жалпы осы зауыттың тарихы туралы сол мамандар көп білетін шығар. Иә. Онда сол кісілермен сұхбаттасайық. Түсініңіздер. Саламатсыздар ма?
Қалжаларыңыз қалай? Мерекелеріңіз құтты болсын. Сәлеметсіздер. Сіздердің алтын уақыттарыңызды алсам, осы зауыт туралы, тарихы туралы, жетістіктері туралы кім айтып бере алады? Енді мен айтсам болады. Менің аты-жөнім Мұстафин Ақмарал Қажғалиевна. Осы заводта 3 жылдан бері жұмыс істеймін. Негізі айтқым келгені біздің кәсіпорын негізі біздің үкіметтің арманы. Жеке кәсіпкер ретінде жұмыс істеді. Одан кейін жауапкершілігі серіктестікке өтті. Қосылған құн салығын төледі. Қазіргі таңда, мысалы, Талғар ауданының бюджетіне 120 миллионнан артық қосылған құн салығын төлеп отыр. Ақмарал ханым, сіздің сөзіңізді бөлейінші. Бұл жаққа мені алып келген нәрсе, мен сіздің басшыңызбен табақтасып болып сөйлескен кезде, ол азамат өзінің енді предистория дейді ғой, өмір тарихын баяндап берді. Сол кезде мен өзімнің жұмысымды жүк көтеруші, яғни грузчикпен бастағам дейді. Осы ақпарат сізге білесіз бе? Білем. Негізі енді жұмыс берушіні таңдаған кезде менде де ой болды. Талай жұмысшыларды да көрдім, өзге ұлт адамдармен де жұмыс істедім. Бірақ қабырғамен кеңесіп, бұл кісілердің тарихын көріп, бұл кісілердің дамуын көріп, бұл кісілердің 110 мың теңгеден бастап қазіргі миллиардтаған оборотқа жеткенін көріп, не болса да қазақи нақыштағы, қазақи тұрғыдағы компаниямен жұмыс істейін деп, Қазақстанда шығарылатын өнімнің тұтқасында тұрайын деп, соның дамуын көрейін деп, және нарыққа шыққан кезде именно европалық атаумен емес, именно қазақи нақыштағы қара шаңырақ. Қара шаңырақтың ішінде тас қыран, тас бұлақ жеті қазына деген бар екен. Жеті қазына деген бар, және осындай атаулармен товарды жақсы качествода және жоғары деңгейде әлемдік нарыққа шығару деген ой болды. Сіз енді осы компанияда 3 жылдан бері жұмыс істеп келемін, ешқандай проблема жоқ па? Енді есепте мәселе жоқ, жұмысшыларда мәселе жоқ, кадрларда бар десе де болады. Бірақ қазіргі таңда бізде бір мәселе туындап тұр. Негізі үкіметтің жақсы идеясы қазақстандық өндірушілерді қолдау, мемлекеттік реестрге кіргізу, және сол реестрдің негізінде оларға сауда-саттықты дамыту. Бірақ идея жақсы, оның кішкене жүйесі дұрыс емес болды. Біз мысалы 27 желтоқсанда документтерді бәрін салдық, жүйе істеп тұр, бірақ жүйе оның бәрін аналитика жасауға үлгермей жатыр. Жақсы, қысқаша айтқанда, бұл компания мемлекеттік реестрға кіре алмай жатыр ма? Мемлекеттік реестрға документ өткізіліп қойды, бірақ оның шешімін аламай жатырмыз. Оған не кедергі деп ойлайсыз? Оған кедергі жүйенің дұрыс еместігі, жүйені аяғына дейін қалыптаспағаны. Өйткені мысалы 120 миллион мысалы жұмыс берушілер, өндірушілер системаға бәрі видео салды, бәрін салған кезде ол жүйе көтере алмай қалды оны. Бұны кім шешеді? Оны цифрлық ақпарат министрлігі шешеді. Жақсы, қазір осы бағдарламаны цифрлық ақпараттық министр көріп отырса, міне бас есепші маман, бұл жерде 100-ден жоғары Қазақстанның азаматтары жұмыс істейді. Әр азаматтың өзінің отбасы бар, ошақ қасы бар, және естуім бойынша мүгедектер де жұмыс қылған екенсіздер. Біздің негізі коммерциялық кәсіпорынның қағидасы ол табыс табу ғой. Бірақ біздің компанияда тереңде жатқан миссия бар. Бірінші миссия ол қазақстандық өнімді нарыққа шығару болса, екінші мүгедегі шектеулі адамдарға көмек көрсету, және оны осы әлеуметтік нарықта социализациялау. Олар да өзінің керектігін біліп, олар да жұмысқа келіп, таза нанын тауып, олар енді жұмыс істеп өзінің керектігін сезіні ғой ол кісілердің. Ақмарал ханым, енді ерекше жандар, олар енді тегінен ерекше емес, және сол ерекше жандардың астын сызбай, керісінше кең көлемді барлығымен бірдей жұмыс беріп отырсыздар. Жұмыс беріп отырмыз. Енді мынандай сұрақ, мемлекеттік реестрге Декорлюкс компаниясы кірсе, қандай пайда ол? Біріншіден, қазіргі таңда тағы да айтып кетейін, бұл мемлекеттік идея, дұрыс идея. Біз реестрға кірсек, қазіргі таңда мемлекеттік кәсіпорындардың тендеріне қатысып, жұмысшыларға жұмыс болып, мысалы 50 емес, 100 емес, 150, 200, мүмкін акционерлік қоғамға да ауысамыз, мүмкін транснациональный компания боламыз. Соған жұмыс жасап жатырмыз ғой. Егер реестрға кіріп кетсек, тендерға да қатыса аламыз, мемлекеттік кәсіпорындарға тендерға қатысып, өзіміздің керемет өнімімізді соларға бере аламыз. Жақсы, қазір біз енді айттың үстінде тұрмыз ғой. Мен де іштей дұға етемін, сіздердің компанияларыңыз осы мемлекеттік реестрға кіріп, адал кәсіппен айналыссын. Рахмет. Сіздерге де береке тілейміз. Есеп қисаптарыңыз дұрыс шықсын.
Дұрыс. Енді шетелдің несі айтты ғой ғалымы. Налоги не признак рабства, признак свободы деп. Сондықтан салық рабствоның признак емес. Ол кеңдіктің, білгендіктің, өзінің жеке, енді қалай деп айтсам болады, это свобода. Төлеңіз, жақсылап нетіңіз. Бізден енді кішкентай кәдеміз бар. Біздің есеп бөлімімізден сізге рұқсат етсек болады ма? Маған ба? Сізге. Ол күшті керемет. Осы айт кезінде сізде бұл да отандық өнім, бұл да өтемдік. Бұл ешқандай пара емес, бұл сыйлық. Сыйлық ретінде қабылдап жатырмыз. Біз өзіміз енді отандық товар өндіруші болғандықтан біз тек отандық бізге материал беретін адамдармен жұмыс істейміз. Бұл кісі де отандық товар өндіруші, сондықтан өзіміздің тарапынан отандық нелерді қолдайық деп, біз де осы кәдені сізге сыйлайық деп едік. Ақмарал ханым, менің де басты мақсатым, мен енді көбіне көп елге проблемамен шығамын, мәселені көтеремін. Бірақ сіздердің басшыларыңызбен танысқаннан кейін оның оқиғасы менің жүрегіме жетті, және отандық кәсіпкер болғаннан кейін отандық өнімді қолдау үшін мен осы бір шаңыраққа, қара шаңыраққа келіп отырмын, және тек осындай қуанышпен жүздесе берейік деймін. Сізге де рахмет, осындай мәселелерді көтеріп отырғаның үшін. Біз де сізге сенеміз. Мәселе болмайды емес болады, өндіріс дамымайды емес дамиды, көш жүре түзеледі дейді ғой. Сондықтан біздің қазақстандық товар өндірушілер, вообще Қазақстан дамиды деген сенімдеміз. Сондықтан да жұмыс жасап жатырмыз. Жақсы, сізге құлақ қағыз, егер мемлекеттік реестрге кіріп, басшыңыз аяқ астынан байып, көтеріліп кетіп, мінез құлқы, адамгершілігі өзгерсе, маған айтыңыз, иә? Міндетті түрде. Жақсы. Ардақ ағайын, бұл компанияның бір ерекшелігі, қызметкерлер ретінде мүмкіндігі шектеулі жандар да дәл осылай өзінің адал нәпақасын табады. Соның бірі Берік аға. Берік аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Еңбек рәтті болсын, қалайсыз, амансыз ба? Рахмет, бәрі жақсы. Мерекеңіз құтты болсын. Рахмет. Жұмыс қалай, қиын емес па? Жоқ, қиын емес. Мына осы кара деп атала ма бұл? Қара деп аталады, мына жүктерді көтеріп түсіріп, машинаға басу, сол қызмет істеймін енді мен. Жалпы істеп жүргеніңізге қанша уақыт болды? Менің істеп жүргеніме 5 жыл болды. Енді негізі мүмкіндігі шектеулі жандарды, ерекше жандарды көбіне көп жұмысқа ала бермейді ғой. Ой, мен осы компанияға дейін мен талай жерге бардым, ешкім алмаған. Ал бұл компания неге алды? Не себепті алды? Енді неге екенін білмеймін, әйтеуір алды. Мүмкіндігім шектеулі болсын, жаны ашыды ма? Жалпы қанша бала шағаңыз бар? Менде 3 қыз, 1 ұл бар. Олар айтпай ма, әке, денсаулығыңыз енді жарамайды ғой, үйде болдыңыз деп? Жоқ, енді біз деген бұрыннан істеп қалған адамбыз. Үйде отырамаймыз ғой. Bu yerде жұмыс ауыр емес. Қанша сағат істейсіз? 8 сағат істейміз күніне. Жалақыңыз жақсы? Жалақымыз жақсы, бәрі жетеді. Және мемлекеттен де жәрдемақы аласыз ғой? Жәрдемақы аламыз, енді ол жыртық жамамайды дейсіз ғой? жыртық жамамайды, ол бар жоғы бір 50-60-тың төңірегі ғой. Аға, енді сізге сұрақ қойсам, артық болса кешірім сұрайым. Денсаулығыңызда қандай кінәрат бар? Менің денсаулығымда жастау кезімде көзіме темір кіріп кеткен. Жұмыста ма? Жұмыста. Ол кезде Совет өкіметі болған. Сонымен 3-ші топтағы мүгедекпін. Көп жерге жұмыс қалмайды, көзіңіз көрмейді, арандап қаласыз деп мына жігіттер мені алды, міне осы қарада істеген 5 жыл болды. Ауыр емес па? Ауыр емес. Шаршамайсыз ба? Шаршамаймын. Ләззат аламыз бұл жерде жұмыста. Ой, тамаша. Аға, енді бұл компанияның жалпы бояуларын өзіңіз алып, үйдің қабырғаларын бояп көрдіңіз ба? Енді біздің үйдің, навестің, бәрінің бояулары осы компаниянікі. Осы жерден аламыз жеңілдетілген бағамен. Сонымен істеп жатырмыз. Енді бұл компанияны істеп жүрген енді мына басшылықтарына рахмет. Уақытлы еңбек ақымызды беріп тұрады. Әр квартал сайын дейді ғой. Премия береді, жылдың аяғында береді. Сіз өтірік мақтап жатқан жоқсыз ғой? Жоқ, неге өтірік мақтаймын? Енді мен таңғалып тұрмын да, компанияларға көп барамын, ол жерде мүмкіндігі шектеулі жандарды көрмеймін. Бірақ енді сіз дәл осындай өзіңіздің ерекше қабілетіңізбен жұмысқа кіріпсіз. Бұл енді әуелі Алла, одан кейін осы компанияның иесінің несі шығар, енді адамгершілігі шығар. Енді бұлардың еңбегі жоғарылай берсін, табыстары көбейе берсін, рахметтен басқа айтарым жоқ. Жақсы, аға, бояулардың сапасы қандай? Сапасы жоғары, өте жоғары. Осы бояуды алуға мен бәрін шақырамын. Өйткені мен басқа да бояуларды көрдім енді, бірақ енді мына бояулар маған ұнады. Менің үйімнің іші, сырты бәрі осымен жасалды. Осы компанияның элегантпен компаниясының
өнімдермен жасалған. Жақсы, Берік аға, танысқаныма қуаныштымын. Алла күш қуат берсін. Рахмет. Қартаймаңыз, дәл осылай Жарайды. шауып, шапқылап, жұмыс істеп жүре беріңіз. Әлі де істерміз. Иә. Денсаулық берсе. Рахмет Рахмет бауырым. Зәке, зауытпен танысып шықтық. Маған ұнағаны, бұл зауытта мүмкіндігі шектеулі жандар да жұмыс істейді екен, иә? әрине. Бұл идеяға, бұл бағытқа қалай келдіңіздер? Енді бұл бір осыдан бізді жүргізуші болып істейтін кісі бар. Сол кісі жұмысқа алыңыз мен деп соны не істеді. Әр мүгедек кісі жұмыс істеуге лайықты әр жерде. Сондықтан идея келіп, бәріміз бір-бірімізбен ақылдасып командамызбен қолдадық. Ешқандай ауыртпашылық алып келмейді ғой? Жоқ, ешқандай ауыртпашылық жоқ. Ол кісілерге жеңілдікте қаралған, мысалы таңертең 9-дан кешкі 5-ге дейін ғана жұмыс істейді. Ал басқа мамандар? 8-ден таңғы 8-ден кешкі 6-ға дейін. Жақсы, бұл компанияны, бұл зауытты қашан аштыңыздар? 2020 жыл. Ал оған дейін не істедіңіз? 2013 жылғы өзім осы грузчик болып жасадым. Көп мамандықта істедім. Мысалы, грунтовканы өзім үйде құйып, бір кісіде жұмыс істедім 20 мың теңге жалақыға. Енді жаңағы жүк көтеруші болып жұмыс істедім дедіңіз ғой? Иә. Демек сіз мансабыңызды жүк көтерушіден бастадыңыз. Әрине. Сол күндер туралы айтып беріңізші, қанша ақша табатын едіңіз, қандай қиындық болатын еді? Енді күніге 2000-3 мың теңге сол кезде жұмыс істейтінбіз. Ол кезде жасыңыз нешеде болады? Жасым ол кезде 22-де. Жоғары оқу орнын бітіріп пе едіңіз? Жоқ, бітірмеген. Демек, мектептен кейін жүріп қалдыңыз да жүк көтеруші болып жұмыс істедіңіз. Әрине. Сол кезде жүк көтеріп жүріп, осындай 100 адамға жұмыс берем, зауытым болады деп ойладыңыз ба? Жоқ, ойламадым. Осы жолға жетелеген не? Енді ол бірінші бір кісіде жұмыс істеп бастадым. Грунтовка істеп бастағаннан кейін өз-өзіме мындай арман қойдым ғой. Армандап, қалай болады, мынандай болады деп 2017-18-де бастадық негізі. Бастаған кезде көп бізде сапасыз дүниелер шығарып бастадық. Біз жасаймыз да, бірақ возврат қайтып келді. Сондықтан қайтадан жасауға сапа жағынан бет бұрдық. Жақсы, жаңа айтып қалдыңыз ғой, енді сапасыз дүниелерді көп жасадық деп. Ол қаражаттың жетіспеушілігінің салдарынан ба? Неден? Ол кезде ақшам да болмады, ешкімде болмады. Мысалы, барамыз поставщиктерге. Қолымда 100 мың теңге болса, 50 мың теңге болса, соңғы химия алып келем, араласап, өзім жасап, сөйтіп. Оны үйде істедіңіз бе сонда? Иә, гаражда істедік. Кәдімгі Стив Джобс сияқты гараждан бастаған екенсіз ғой? Иә, әрине. Сосын гараждағы дүниелер өтпегеннен кейін қайдан қаржы таптыңыздар? Қалай сапаға көштіңіздер? Енді былай кішкентай дүние жасаймыз. Лак деген айтады, кератина паста деп айтады, шоук деп жасап, соны жасап, базарға сатып, соны қайтадан химиясын, алған ақшаны қайтадан химия алып, сөйтіп оборотқа қосты. Әрбір ақша айналымда жүрді ғой? Әрбір ақша айналымда жүрді. Күнделікті бір күн біз жұмыс істемей қалсақ, ол бізге минус болды. Күнделікті жұмыс істеп отырдық. Содан кейін мынандай дүниеге қалай қол жеткіздіңіздер? Бұл зауытты 2000 қай жылы аштыңыздар? 2020-да. Оған дейін гаражда болдыңыз. Гаражда болдық. Енді шағын кішкентай бір 20 квадраттық гараждан 3000 квадраттық зауытқа қалай жеттіңіз? Ол мақсатпен, арманмен, енді жайлап біртіндеп келген жоқ. Ол ақырындап нәтижеде. Ешқандай бұл ақшаны үнемдеп, бәрін жазып, кімге қарыз болдық, кімге не болдық, жылда қорытындысын шығарып, осы жыл осынша істедік, сөйтіп ақырындап жинаған дүниеміз. Мынандай сұрақ қояйыншы, 2025 жылы мемлекетке қанша салық төледіңіздер? 120 миллиондай. 120 миллион? 120 миллион. Демек, сіздердің салықтарыңыздан біздің дәрігерлер, полиция қызметкерлері, мемлекеттік қызметкерлер айлық алып отыр деген сөз ғой? Иә, әрине. Енді қазір 100-ден астам адам жұмыс істейді. Иә. Ол әрбір енді ең қиын жұмыс адаммен жұмыс қой. Иә. Қиындықтары бар, қызық сәттері бар. Осы бір жауапкершілікті қалай алып жүрсіз? 100 адамның 100 түрлі ойы бар. Мәселемен келеді, әр мәселесін өз ойымен шешіп отырамыз. Және 100-дің өзіндік бір мінезі бар ғой. Сол мінездерін жұмсартып, жалақысыларын беріп, жұмысын беріп отырасыздар. Иә, әр айдың 5-інде біз жалақы кешікпейді. Өйткені әр адамның өзінің пландары болады. Мысалы, мен осы айдың 5-інде, либо 4-інде уақытылы алынады. Жалпы бұл жұмыста ең қиыны не? Енді қиыны деп ештеңке деп не істей алмаймын. Бәрі де оңай, еңбектің арқасы, еш нәрседе ерінбей, таңертең ерте тұрып деген сияқты. Қиындық ештеңе жоқ.
Бұл кәсіпті кіммен, жалғыз өзіңіз бастадыңыз ба? енді бірінші алла, жалғыз өзім ғой, алламен серіктеспіз. Есепші мамандар біздің басты проблема реестр туралы айтып қалды. Иә. Осыны шешу жолдары қалай болып жатыр? Енді қазір ол біздерде бір сайт қой, ол сайтта қазір кішкене проблема болып жатыр. Өйткені Алматыда өзінде 50-30-40 компания бар. Барлығы былай салғаннан кейін ана сайт көтере алмай жатыр деп ойлаймын. Бірақ ол шешіледі. Жақсы. Қазір енді осы Қазақстанның краска бояу шығаратын отандық өнімдері аз ғой. Иә, аз. Солардың ішінде сіздер енді өзіңіз қалай бағалайсыз? Қай орындасыз? Топ 10-ның ішіне кіреміз. Ал топ 1 қашан боласыз? Бұйыртса бір 2-3 жылдарда боламыз. Демек 2027-28 жылдары сіз топ алдыңғы қатарлы компания боласыз. Иә, әрине. Зәке, енді бүгінгі бағдарламаға арқау болған басты кейіпкер өзіңіз және сіздің еңбек жолыңыз. Сіз қатардағы грузчиктен бастап осындай үлкен компанияның басшысы болып отырсыз. Қазір енді жастар екі қолға бір күрек таба алмай жалғаулықпен көшеде жүріп қалып жатыр. Жұмыс жоқ деп. Негізі жұмыс бар ғой. Өте көп, жұмыс көп. Сондай жастарға не айтасыз, қандай кеңес бересіз? Неден бастау керек кәсіпті? Кәсіпті енді бірінші адалдық, екінші өтірік айтпай, жақсы жұмыс істеп, не істемей, өз-өзіне сенімділік. Және еңбек шығар. Еңбек. Енді көп жастар бір проблема болып қалса сынып қала береді ғой. Сізде де сондай момент болды ма өміріңізде? Болды, бәрін тастаймын деген. Болды. Қалай жеңіп шықтыңыз? Енді оны жеңу бірінші Алла, екінші анамның арқасы. Үйде анам. Анаңыздың дұғасының арқасы ма? Дұғасының арқасы. Анамыз үйде отырып айтып, кейде тастап кеткен кездерімде болды істемеймін деп. Сол кезде жігерленіп үйде, өйткені үйде үлкендер бар, бәрі бізге қарап отыр, маған қарап отыр. Жалпы әулетті асыраушысыз. Иә. Зәке, менен ұсыныс болсын. Менің көрермендерім қарапайым қараша халық. Және алдымызда үйдің құрылысы келе жатқан маусым басталады. Иә. Жаз ғой енді алдымыз. Соған ұсыныс, сіздің компания тегін менің 3 оқырманыма, 3 көрерменіме үйін бояп беретін материал берсе. Болды, жақсы. Оны біз қалай таңдаймыз? 3 адамды. Комментарияға, осы видеоның астына комментарияға жазған, мысалы. Кімнің лайкі көп болады? Иә. Кім сол 3 адамға сіз краска бересіз. Иә. Демек, бұлай ардақты ағайын, дәл осы шығарылымның астына осы бейнені көргеннен кейін қандай ой түйдіңіз, сол туралы кішігірім пікір жазсаңыз, сіздің пікіріңіз көп лайк жинаса, арасында 3 адамға, 3 фолловер оқырманға Зәкеннің Декор Люкс қара шаңырақ компаниясы құрылыс материалдарына сай бояуларын береді. Маған хабарласасыздар, менің жұмыс нөміріме төменде көрсетіліп тұр. Сосын мен сіздерді Зәкенмен байланыстырамын. Келістік қой? Келістік. Жақсы. Алла разы болсын. Кәсіптеріңіз дөңгеленіп, бастысы адал кәсіппен айналысып, елдің игілігіне жарай беріңіздер. Ардақты ағайын, аз уақыттың ішінде сіздерге көп дүниені түсіндірдік деп ойлаймын. Бүгінгі шығарылымның басты идеясы, миссиясы екі қолға бір күрек табылады. Ол үшін еңбекқор, табанды, адал болуларыңыз тиіс. Егер бизнес басталарыңыз келсе, дәл осындай компанияны алып жүргізгіңіз келсе, өздеріңізге сеніңіздер, сіздерді алып шығар еңбектеріңіз бен ақылдарыңыз. Сіздермен болған Руслан Өтепбай, әр қазақ өте бай болсын.